Бүгін біз Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен басталған Таза Қазақстан атты республикалық акциясын қолдау мақсатында аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі және аудандық мәдениет үйінің қызметкерлері Мәншүк Мәметова ауылына қарасты аумақты тұрмыстық қоқыстан тазартуға сенбілікке шықтық. Бұл жай ғана сенбілік емес, бұл мәдениет пен тазалықтың үндестігі деп білеміз. Құрметті ауылдастар, бүгінгі сенбіліктен кейін ауылымызды таза ұстауға шақырамын. Қоқыс тастамаңыздар, ауылдың тазалығы біздің қолымызда. Уважаемые жители нашего села, благодарю вас за то, что вы приняли участие в общем субботнике. И призываю вас не разбрасывать мусор и поддерживать чистоту нашего села. Мәншүк Мәметова ауылы таза Қазақстан!